Алматы облысы Нарынқол ауданы Сүмбе ауылы 1981 жылғы түлектердің 45 жылдық кездесуін бастаймыз. Қалай жайғасасыздар, мінекей барлық орындық сіздер үшін арнайы дайындалған. Отырған орындарыңызды мінекей құрметпен өздеріңізге жайған ақ дастархан басқарады. Сый қылса сыпыра қылған, беткейінен береке құшағына құт қонған, есімдері бүкіл Алашқа Алтайға белгілі болған Алматы облысы Нарынқол ауданы Сүмбе ауылы Абай орта мектебінің 1981 жылғы түлектердің 45 жылдық кездесуін ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі біздің ақ дастарханымызға қош келдіңіздер. Сіздер үшін арнайы жайылған, барлығы сіздер үшін. Енді бүгінгі кешімізді бастамас бұрын атаңнан бота қалғанша бата қалсын дейді ғой. Себебі бота 1 жылдық, ал бата мәңгілік. Біздің осында отырған әкелерімізден аумин деп бүгінгі дастарханға ақ батасы болсын. Кімден аламыз? Ағалар? Келіңіз аға. Дастарханға береке берсін. Үйлеріңде береке болсын. Астарыңа амандық берсін, астарыңа адалдық берсін, дендеріңе саулық берсін. Амин. Амин аға. Берекеңіз қабыл болсын. Қартаймаңыз, ортаймаңыз. Қайда дедің, жастық шағым қайда дедің, жүрегімді ер жүректен жаным қандай жайлап едің. Және жолдасы Шолпан анамыз. Келіңіздер. Қош келдіңіз аға. Ал бүгінгі мерекелік шараға енді алғашқы сөзіңізде өздеріңізге бұйырыпты. Енді осындағы барша алыстан келген, сағынып келген осы қонақтарымызды, біздің әкелеріміз, аналарымызды құттықтасаңыздар болады. Сөзіңізде өздеріңізге мархабат. Жаман күніміз бүгінгідей болсын. Құдай жақсылыққа жете берейік. Енді Құдай бұйырса 5 жылдан кейін 50 жылдық дейді. Соған Құдай жеткізсін. Сонда да дәл осындай бас қосқанда балалық шаққа саяхат атты бір өлең жолын жолдайық. Біздер дағы бала болып ойнадық. Ойынның бір қызығына тоймадық. Күні бойы шана сүйреп суықта, қайт сезе де үйімізге қайтпадық. Білім алдық, мектептерде оқыдық, мұғалімнің айтқандарын миымызға тоқыдық. 10 жыл бойы білім алған мекенді қоштасар да қимадық. Мұғалімді құдайындай сыйладық. Біздер дағы ғашық бола білдік шынайы. Сөз айтуға, сезіміңді білдіруге қорқасың. Сезіп қалса, мұғалімдер сынайды. Қазіргі жас білер ме екен мұндайды? Әр сенбіде би кештері өтетін, хит әндерді күй табақтан қоятын. Ғашық жігіт қызға қарап жәутеңдеп, қалай биге шақырсам деп тұратын. Ал бүгінде 60 асып, 70 аяқ бассақ та, класстаспен бас қосқанда әр жерде, өткенді айтып, кеткенді айтып бәріміз бала болып кетеміз ау бір сәтке. Қабыл алыңдар класстастар.
Ой, тамаша. Bir kol sokmayınızlar şimdi. Oğlaşsın, iş jamaat bolmasın, denimizge sağlık versin, başımızga baylık versin, dört gözümüz tügel 50 yıllıkka кездесүүгө Allah Taala nasip etsin. Осындай жарқын жүзде, осындай көңілді жақсылықтарда бас қосайық. Ендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ендеріңізге саулық тілеймін. Аман болыңыздар. Бастарыңызға бас, жастарыңызға жас қосылып, әрқашанда тегі амандықта кездесуді нәсіп етсін деймін. Ал енді мына барлықтарыңа қуаныштымын. Танысып, білісіп, жақын көрісіп жатырмыз. Рахмет сендерге. Осындай жарқырап, жайнап жүре беріңдер. Бұлайым, енді аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Басыларың аман, шөбере сүйіңдер. Әрқашан кездесіп, біріміздің жақсылығымызда, қуанышымызда араласып жүрейік. Сендерді көргендеріме қуаныштымын. Бәріңді беттеріңнен сүйдім. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жастарыңыз ұзақ болсын. Қазір енді қарап отырсақ, бәріміз 63 пен 62 мен 60 жаста отырған апа әжелеріміз ғой. Пайғамбар жасынан астық. Алладан енді тек қана біздің тілейтініміз дұға тілектеріміз бар. Сол дұға тілектеріміздің бәрі қабыл. Бүгінгі кешті ұйымдастырып жүрген біздің Тойлыгүл анамыз айтқан болатын. Әрбір ортаға шыққан қонақтардан қолқа сұра, ән айтқыз немесе бүгінгі тойға бір кереметтей өздерінің үлесін қоссын деген ниетпен қазір сіздерге мынандай бір тапсырма бар. Енді таныс болыңыздар, енді сіздер барлықтарыңыз бір сыныпта оқыдыңыздар ғой. Бөтен ешкім жоқ қой. Мінекей барлықтарыңыз бір-бірлеріңізді танисыздар. Енді сол мектеп кездегі сәтті еске алып, қазір сол мектеп сәттерімізді сіздерге сұрақ қойып па? О, дұрыс па? Дұрыс. Так, что келесі сізге. Сізге қай қонақтың есімін айтсам екен? Құралай? Ботаева, дұрыс. Так, келесі сізге. Салтанат? Омарова. Так, келесі сізге. Ізеткүл? Жанайва. Көмектесіңіз. Дұрыс па? Барлықтарыңыз бір команда боласыздар. Менің оң қанатым мына анаңызға және сізден былай қарап менің оң қанатым боласыздар. Және екі сол қанат пен оң қанатқа қазір керемет ән қойылады. Ол әнді білмейтін жан жоқ шығар деп ойлаймын. Барлықтарыңыз білесіздер. Барлығымыз бірге. My little pretty love, where are you, my Janal? We cannot find my love. Осындағы біздің керемет ақтілек жалғастырып өтетін құрмет қошеметпен той төрінде шақырамыз.
Ялқын ағамыз бастаған Майгүл анамыз және де Тұрымхан Ізеткүл аналарымыз жазып берген екен. Бар болсаңыздар, келіңіздер, билеп. Жылдығымызда өте керемет, міне бәріміз көңіл күйіміз керемет болып отыр. Осы кездесуіміз жалғаса берсін, 50 жылдық болсын, аман болыңдар. Немере шөберелер қысымды тойларында өстіп Ақтастар ханым басында отыра берейік. Бәріміз тойда кездесейік. Аман болыңдар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар. Әрқашан осындай жайнап, жадырап жүре беріңдер. Өмірлерің гүлдей болсын. Көңілдерің гүлдей болып, жарқырап әрқашан осындай отбасыларының бақытты аналары, папалары болып жүре беріңдер. Қазіргі бұрынғысынша папа дейміз, қазіргі немерелердің атасы болдыңыздар. Қартаймайтын ата болыңыздар. Енді осындай жиын тойымыз, алдағы 50 жылдығымыз, 60 жылдығымызда бұйыртып, қатарымыз көбейіп, қартаймай бас қосуға нәсіп етсін. Былай жаңағы 50 жылы сондай бір кездесулерге аман есен осы қатарымызбен тағы да келе алмай қалған құрбыларымыз толығымен келіп, Алла бізге қол-аяғымызға күш-қуат беріп, осындай жиын тойда Ақтастар ханым басында барлығымыз аман есен кездесіп, жүздесіп, көзайым болып жүре берейік. Барлықтарыңа тілейтінім тек қана денсаулық, дендерің сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Мына 45 жылдық кездесуіміз құтты болып, бұдан да ары тойдан тойға ұласып жүре берейік. Не деймін басқа? Тойға, Салтанат, Марат, Ялқын, кім қалды? Осы қыздарға көп рахмет ұйымдастырған. Енді білесіздер, қазір мен кез келген бір әріптен әріп айтамын. Сол әріптен бастап бір ән айтып берсеңіздер болды. Ол кезең 3 айналымнан тұрады демек, 3 әріп айтамын. 3 әріптемде тапжылмай жалғастырып. Бірінші әріп А әріп кеттік. 1, 2, 3. Жалпып күлсем, Дұрыс, сондай ән бар ғой. Қабылдаймыз, бірінші кезең өттіңіз, сіздің әріңіз. Сәулелер арнасында шалқып сенсенменен, отын жібек арнасында. Рахмет, дұрыс қой, бар ғой ондай ән. Жастар қайда, жастар қайда. Красавчик, білет тұрсын біле. Ол жауып тұрған көктемде гүлдеп арсаң бөртеге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Сөзіне жазылған бақыт деген әнді мен өзімнің атынан орындап берейін. Енді бұл жерде ғашықтардың, екі жастың құрметіне арналған ән емес қой. Өздеріңіздің жастық шақтарыңызға, балалық шақтарыңызға саяхат жасап, ортаға шығып билесеңіздер болады. Ал қабыл алыңыздар. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз бақытты болып жүрген, бақыттың да басқасынан білмеген, бақытсыз ойнап күлгенің. Абай анамыз бастаған Сәуле Гүлнар
динара деп жазып берген екен. Кәнекей құрмет қошеметпен билет билейік ортаға. Енді мына өздерінің келген қадамдарын құтты болсын. Өстіп жарқырап, жайнап, күліп ойнап жүре берейік. Мына класстастардың орны бөлек қой. Кішкентайдан бірге бір класста оқып, бірінші классқа барғаннан 10-шы классқа дейін бір-бірімізді бір үйдің баласындай болып, бұлар басқадан ыстық болып көрінеді. Барлықтарыңа сол денсаулық тілеймін, бәріңді жақсы көремін жандарым. Тағы да кездесе берейік, өстіп 60 жылдығымызды, 50 жылдығымызды. Рахмет Тойка саған көп-көп. Мына тамада інілеріме, мына сіңліме көп-көп рахмет, бізді осындай той думандатып өткізіп жатқандарыңа творчестволық табыс тілеймін. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, семьяда бақыт, әрдайым күліп ойнап өсіп басымызды қосып жүре берейік. Организатор қыздарға көп-көп рахмет. Мұстықсың сен маған, жайнай бер жазирақ тең далам, беласып алысқа кетсін де, шәл көремін сенің бер балам. Бір манамыздан бастайық, ал қалай ысқырасы көрміш кім? Сіздің қалай ысқырасыз? Сіз қалай ысқырасыз? Көрейік. Ұмытып қалған жоқсыз ба? Көрейік. Болған ма? Сіз қалай ысқырасыз? Сіздікі күшті сияқты ма? Сіздікі күшті анау музыканы ысқырады. Мінекей, алғашқы приз сізге. Келесі. Мынау сізге. Келесі. Тағы бір приз. 4 адам мынау сізге. Вау, біздің. WhatsApp-тың гүлі тұрым. Күнге бізге амандасып, бәріміздің халымызды сұрап жаным. Ұйқыдан тұрғызып ма? Ұйқыдан тұрғызып бізді аман саулығымызды біліп отыратын қызымыз соғызға мына орамалды жабайын. Күшті, мінекей арнайы сыныптастардың атынан қабыл алыңыз. Как раз көйлегіңізге патсвет екен. Арағы бар шығар енді қазір. Ағасы келіңіз мына жерге тұрып алыңыз. О, мінекей екі ағамызға бір-бірден беріңіз. Қолдары ұстап тұрсын. Енді аға қазір сіздерге музыка қойылады. Музыка қойылған кезде мына шариктің барлығын керісінше ана бөлшекке ауыстырып кетті. Түсіріңіз. Көтер аға, жоғалғы. Көтер аға. Ағамыз ойшы болды. Әттеген-ай. Ой, красавчик. Сондағы біреуіне ғана кешіп қалдыңыз аға. Шашып қалған жоқсыз ба? Жоқ. Красавчик аға. Ал біз ағаларымыз қолдап көрсетіп қойыңыздар. Кеттік жібердің музыка. Ал, басталды. Болыңыз, біреу қалды. Ой, ағамыз күтіп тұр ғой. Болыңыз. Екеу қалды. Ой, тамаша. Ұтта мінеке жеңіске жетті. Әттеген-ай. Бірақ тасы кешігіп қалдыңыз. Әр уақытта аман болыңдар, ауырмаңдар. Осындай кездесуден кездесуге төрт көзіміз жете беруіне Алла Тағала нәсіп етсін. Бала шағаның қызығын көріңдер, ауырмаңдар. Көбейе беріңдер, бастарыңызға, бас жастарыңа жас болсын барлықтарыңа. Алла Тағаладан соны тілеймін. Өзімнің бала шағама не тілесем, сендерге де соны тілеймін. Сонша тойлы күл ұйымдастырып жатырмын дегеннен кейін бір жағына шығсам деп уәде бердім де сонымен әйтеуір алып шықтық. Енді біраз сол қайтыс болғандардың суретін әйтеуір үй-үйінен кіріп алды. Кейбіреу былай іздеп таппай, сонда да табыңдар деп әйтеуір бірталайын суретін алып бердім. Мен көмегім солға берсін.
өнерің өрге жүре берсін. Тойды үлкен тойлардан көрейік сен, Алла тағала. Мына қызға міне жүгіріп жатыр, бізге келгеннен бері жүріп. Аман бола қой күнім, өркенің өссін. Біздің жасымызды бер, немере сүйіз барлықтарына айтамын. Енді Құдай алла бұйырса 50 жылдықта 4 көзіміз түгел кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Марат айтқандай 50 жылдық басымызға қосылып, 50 жылдықта да өсіп қосылып отырайық. Денсаулықтар мықты болсын, ауырмаңдар. Бір кісідей өстіп 100-ге келіп, чау, немере сүймегенде немере сүйіп, шөбере сүймегенде шөбере сүйіп, ұлдарың үйлен, қыздарың үйлен, жақсылыққа бөлене беріңдер. Тойканың сөзін екетпей, осы балаларымыздың өзі осында келгендеріңе рахмет сендердің. Бізді сыйлап, осында жүргізіп, міне арамызда жүріп жатсыңдар. Сендерге де біз секілді денсаулық тілейміз. Осындай пенсияға жетіңдер, осындай ойбай 45 жыл, ойбай 50 жыл деп сендер де жүре беріңдер. Енді бүгінгі кештің басты ұйымдастырушысы, бүгінгі кештің бас қасынан жүрген еңбегі бұл кісінің көп деп ойлаймын. Дұрыс па? Еңбегі бір қол соғып қойыңыздаршы. Рахмет. Енді келесі сөз кезегі өзіңізден болсын. Ішіңіздегі айтар сөздеріңіз қалып қоймасын. Ал құрметті аяулы менің достарым, кластастарым, алтындарым, біз бәріміз тайғұлындай тебісіп, бір ауылдан өстік, бір шаңырақтың астында оқыдық. Сендер тұрмақ, сендердің ата-аналарыңды көрдік, о кісілердің жас кезін көрдік. Сондай керемет әке-шешелеріміз болды біздердің. Кейбіреуіміздікі Аллаға шүкір әлі бар, кейбіреуіміздікі кетті. Бірақ сол кісілердің дастарханынан дәм таттық біз кезінде. Солардың үйіне бардық, әрқайсыларының үйлерінде дәм таттық. Керемет осындай сіздердей ұлды қызды тәрбиелеп өсірген ата-аналарына мың тағзым. Алла тағалам о дүниенің жақсылығын берсін о кісілерге. Мінекей бүгінде кезінде үлбіреген, ақпандик таққан, желбіреген қыздар едіңдер, керемет спортсмен жігіттер еді осылар. Енді бүгінде мінекей ардақты ана, аяулы әке болып мінекей ұл-қыздарыңды, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып отырсыңдар, алтындарым, жандарым. Бақытты болсын бала-шағаларың, әрқашан өстіп құлпырып жайнап жүріңдер. Енді маған рахмет айтпасыңдар, мен сендерге айтам рахметті. Сендерге деген алғысым шексіз. Өйткені сендер болмасаңдар бұл кездесу болмайды. Сендердің арқаларыңда болып жатыр. Әрқайсының өзінің үлесі. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Барлықтарыңды құшақтап сүйдім. Сіздерге арнаған бір той шашуым бар еді енді. Әудемейтін қазақ жоқ деп енді қабыл алыңыздар, ортаға шығып билеңіздер. Арайлаған қадамды Сүмбе ауылы 1981 жылғы түлектердің 45 жылдық кездесуі қалай өтті?